13 ғасырда болған моңғол шапқыншылығы қазақ халқының этностық құрылымына, шаруашылығына, тұрмыс тіршілігіне, материалдық және рухани мәдениеттеріне кері әсерін тигізді. Қалалар мен ауылдар, жергілікті мәдениет ошақтары, кітапханалар жойылды. Егіншілік алқаптары мен мал жайылымдары, бау-бақшалар тапталды. Елімізде бұрыннан мекендеп келе жатқан ру тайпалардың қоныс аударып, өзге тайпалардың көшіп келуіне себеп болды. Дегенмен қазақ даласында жергілікті ру тайпалардың үлес салмағы басым болып қала берді. Олардың салт дәстүр, рухани және материалдық мәдениеті, мұсылмандардың діни ұстанымдары сақталып қалды. Моңғол шапқыншылығы кезінде қалалардың қирауы, адамдардың қырылуы экономикалық және мәдени прогреске үлкен бөгет жасай алмады. Қытай хроникасында бұл тарихи оқиға туралы былай деп жазылған. Шыңғыс хан шығыс пен батысты байланыстыратын шекараларда өз ережесін жүргізіп, қамалдар мен бастиондарды жермен жексен етті. Осыдан кейін ғана экономикалық және мәдени қатынастар жақсарып, шығыс пен батыстың гүлдену кезеңі басталды. Сауда мен қалалардың өсуі осыған дәлел бола алады. Батыс Қазақстан арқылы жүрген оңтүстік Қазақстан мен Еділ арасындағы сауда-саттық ежелгі Үндістан мен Қытайға апаратын сауда жолдарын ашты. Орталық Қазақстанда бұл кезеңде қалалар қайта жанданып, ірі керуен сарайлары мен кесенелер салына бастады. Алтын Орда мен Қарақорым арасындағы керуендер, елшіліктер қазақ жері арқылы жүрді. Сондай-ақ қазақ даласында пошта бекеттері салынып, ауқымды кеңістікте хабар-ошар тарату жағдайы жақсарды. Салық жинау үшін тұрғындардың жалпы санағын жүргізді. Ортақ ақша бірлігін енгізді. Шыңғыс ханның яссы, жасақ заңдар жинағы тайпаралық қырқыстарды басуға және оларды қатаң тәртіппен бір билік астында жинастыруға бағытталды.